Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін біздің сабағымыз тақырыбы ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениеті. Сабақтың мақсаты ежелгі тайпалардың қолданбалы өнерінің ерекшеліктерін сипаттау. Бұл сабақта біз көшпелілердің баспаналары туралы білеміз, киіз үйдің құрылысын анықтаймыз, көшпелілердің қолданбалы өнерінің ерекшелігін білеміз. Сонымен қатар сабақта қолданатын лексика және терминология олар киіз үй, қанат, шаңырақ, қолданбалы өнер. Көшпелілердің баспаналарының ерекшелігі неде? Жартылай көшпелі және орташа шаруашылықтың дамуы тұрақты тұрғын үйлердің салынуына себеп болды. Көшпелілер қыстау қоныстармен қатар қала үлгісіндегі бекіністер сала алған. Көшпелілердің негізгі тұрмыс баспанасы көшпелі тұрмысқа икемделген киіз үй болды. Құрметті оқушылар, алғаш кезінде көшпелілердің баспаналары өте қарапайым болған. Уақыт өте келе олар жетіле түскен. Бұл киіз үйлер Қазақстанның табиғат жағдайына бейімделген әрі көшпелі тұрмыс үшін өте қолайлы болған. Олар арбаға салынған киіз үйлерді пайдаланған екен. Алғашқы қолдан жасалған баспанасы ол кепе болды. Мұндай тұрғын үйлер Қазақстанның оңтүстік, шығыс және солтүстік өңірлерінен табылған. Бертін келе тұрғын үй оңтүстікте ішегі кірпіштер қаланса, солтүстік пен шығыста бөрелерден салынған белгілі. Қола дәуірінде көшпелілер күмбез тәрізді қима шатыр жертөле салынды. Осындай үйлер Қазақстанда Орта Азия және Ресей оңтүстігінде табылған. Орталық және солтүстік Қазақстаннан кейінгі қола дәуірінде жер үстіндегі үйлер табылды. Төбесі шатырланып және дөңгелекте жабылған мұндай ағаш құрылыстар киіз үйге ұқсас болған. Бұл үйлер киіз үйге өте ұқсас болған. Бастапқы кезінде аңшылар киізбен жабылатын баспана жасау үшін ағаш бұтақтарын пайдаланған. Олар ағаштың басын қосып, екінші ұшын жерге қадаған. Бұл ағаштар баспанасы қабырғасы болып, сыртын аң терісімен қаптыған. Мұны қос деп атаған. Қостан кейінгі баспана ол күрке болды. Енді күрке қабырғалары ұшы бұрынғыдай біріктіріліп байланбаған. Оның жоғары бөлігіне түтін шығаратын шеңбер ойып қалдырылған. Осылай қабырға баспананың ұшы арнайы тесіктері бар шеңберге қаланатын болды. Қабырғалар екіге бөлініп, төменгі жағы бір-бірімен бірігетін керегеге айналды. Уақыт өте келе шеңберлі ойықтан шаңырақ пайда болды. Ал қабырғаның жоғары жағы шаңыраққа қадалатын уықтар кейпіне келді. Киіз үйдің кереге, уықтары, маңдайша, табалдырығы арқамен байланып бірікті. Ал сықырлау деп аталатын есікті қана маңдайша мен табалдырыққа бекітілді. Көшпелілердің мекендеген киіз үй осыдан 3000 жыл бұрын пайда болған. Ол көшіп қонуға өте ыңғайлы болды, әрі қыста жылы жазда салқын болды. Киіз үй көлемі мен сырт пішіне қарай әртүрлі болып келеді. Мысалы, кереген әл бөлігін қанат деп атайды. Киіз үйдің қараша үйі 3 қанат болған. Қоңыр үй 4 қанат, боз үй 5 қанат, ақ үй 6 қанат, ақ ала орда 8 қанат, ақ орда 12 қанат, алтын өзік 24 қанат, алтын орда 30 қанат деген түрлері бар. Енді құрметті оқушылар, киіз үйдің құрылымына көңіл бөлетін болсақ, киіз үй негізінде ағаштан және кигізден жасалған. Киіз үйдің 3 негізі бөлігі болған. Біріншісі үй сүйектері, екіншісі кигіздері, үшінші бау шаулары. Үй сүйектерінде ол кереге, уық, шаңырақ және сықырлау жатады. Кигіздеріне ши мен кигіздері. Ал баушыларына басқұр, баулары және ақырдар. Құрметті оқушылар, киіз үй негізінде 4 бөлікке бөлінеді. Ол төр, оң жақ, сол жақ және босаға болып. Төрден төмен есік жақ оң және сол босаға болып бөлінеді. Ошақ қасиетті орын болып саналады. Мұнда от жағып, қазанда тамақ әзірлеген. Киіз үй тұрғызу үшін алдымен керегені жайып, әр бөлігін бекітеді.
Келгеннен кейін шаңырақты көтеріп, шаңырақ киелі болып саналады. Шаңырақ отан әулет деген мағына білдіреді. Шаңырақты ер адам немесе үй иесі ғана көтерген. Атадан балаға мұра болып, үйді қара шаңырақ деп құрметтеген. Құрметті оқушылар, қолданбалы өнердің ерекшеліктері. Киіз үйдің жабдықтары ұлттық оюмен өрнектеліп, алуан түрлі безендірулер арқылы жасалған. Бұдан көшпенділерде қолданбалы өнердің жақсы дамығанын білеміз. Кейде ауқатты адамдар кереге басын күмістен, уық иінен сүйекпен, мүйізбен өрнектеген. Олардың араларында алтын жалатылып, маңдайшасына жарқыратып, жартылай бағалы тас орнатқан. Аппақ жүннен басылған кигізбен жауып, сәнін келтірген. Көшпелер кигіз үй жиһаздарымен жабдықтарын жасағанда асыл тастар, металл, мата, ағаш, жүн былғары пайдаланған. Кигіз үйдің оң жағын ағаштан жасалған төсек, төрге жұқа аяқ, оның үстіне әбдіре қойған. Ағаш төсектің тұсына матадан тігілген, түс кигізге иілген шымылдырып қойған. Еденге ою өрнектеген кигіз және жібек кіле төселген. Кигіз үйдің оң жағына керегеге ат әбзелдері қару-жарақ ілінген, ал сол жағына азық-түлік ет салынған кебеже, қымыз құйылған саба, ыдыс аяқтардың орын болған. Құрметті оқушылар, осылаған білімдерімізді пайдаланып, келесі тақырыпқа көңіл бөлейік. Суретке қарап, кигіз үйдің сүйектерін, атауларын анықтап, олардың берілген сандармен сәйкестірейік. Тамаша, құрметті оқушылар, қараңыздар, кереге ол бірінші, сықырлау ол бізде төртінші, шаңырақ үшінші, және уық ол бізде екінші санға сәйкес келеді. Келесі тақырыпқа көңіл бөлетін болсақ, мұнда мәліметтерді ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Бірінші мәлімет, көшпелер негізгі тұрғын баспанасы көшпелер тұрмысқа икемделген кигіз үй болды. Ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Келесі, алғашқы қолдан жасалған баспанасы кепе болған. Ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Үшінші мәлімет, қола дәуірінде көшпелер күмбез тәрізді қима шатырлы жертөле салды. Тамаша, құрметті оқушылар, осы үш мәлімет үшеуі де ақиқат болып табылады. Құрметті оқушылар, үшінші тақырыпқа көңіл бөліп болсақ, мұнда кигіз үйді өтемін анықтап, дұрыс жауаптарын белгілейік. Мұнда бізге берілген 6 бағам, 6 бағамда берілген мәліметтер. Ол еден, шатыр, кигіз, баушалары, табалдырық, үй сүйектері. Осылардың қайсысы кигіз үй бөліктеріне жатады. Тамаша, құрметті оқушылар, жауаптан көретін болсақ, мұнда біз дұрыс жауабы ол кигіз, үй сүйектері және бау шаулары болып табылады. Бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге біз көшпелердің баспаналары туралы білдік, кигіз үйдің құрылысын анықтадық, көшпелердің қолданбалы өнерінің ерекшелігін білдік, сонымен қатар кигіз үй, қанат, шаңырақ, қолданбалы өнер терминдерімен таныстық. Назар аударып, көңіл бөлгендеріне көптеген рахмет.